Құрметті достар, бүгін сіздерге студия контроллері Мекки Бикноппен таныстырамын. Бұл өздеріңіз студияда көріп жүрген үлкен микшерлердің ең керек функцияларын қалдырып, кішігірім қып жасаған түрі. Бұлардың үш түрі болады: пассив, актив және звуковой картасымен бірге. Егер сізге ең арзаны керек болатын болса, пассивті көрсеңіздер болады. Пассивке мыналар секілді ток жалғанбайды. Бұда әншімен сөйлесетін микрофон және наушник жалғайтын функциясы жоқ бұда. Сондықтан арзан болады. Егер сіз наушнигіңізді тікелей звуковой картаға жалғайтын болсаңыз, және екі монитор сізге жеткілікті болса, осы пассивті қолдансаңыз болады. Ал егер сіз үш монитормен жұмыс істеп, екі наушник және де көп деген функциялар керек болатын болса, онда мына ең үлкені, бәріне ұнайтын, көп тараған мына ең үлкен түрін алсаңыз болады. Бұл жерде сізге өте артығымен үлкен микшердегі көп деген функциялар бар бұда. Ал егер сіз звуковой картаны бөлек алғыңыз келмесе, мына звуковой картасымен бірге түрін алсаңыз болады. Бұл жерде орта деңгейдегі USB звуковая карта тұр. Онымен сіз студия конденсаторының микрофонын жалғап, сапалы дауыс түсіре бересіз. Ал егер сізге одан да жоғары звуковая карта керек болса, ол кезде бөлек жалғағаныңыз дұрыс. Бұл сізге қосымша звуковая карта болып қалады. Осы аппаратты біраз жыл қолданған тәжірибемен бөлісе отырып, бұл аппараттың плюстерін, минустарын айта кетейін. Бұның ең бірінші плюсы жұмысқа өте ыңғайлы. Звуковой карталарда бәрі жинақ орналасқандықтан жұмыс істеу қиындау болады көбісімен. Ал бұл жерде бәрі жайлы орналасқандықтан бәрі қол жетімді, жұмыс процесі тез жүреді. Екінші плюсы бұл әдемілігінде. Клиент келген кезде бірденнен көз тартып тұрады, бұл бір микшер тұрған секілді. Өйткені кез келген үйде компьютер бар, экран бар, сондықтан бұл микшер тұрғандықтан бұл студия, дыбыс жазу студиясы екені білініп, өзі ерекшеленіп тұрады. Үшінші ерекшелігі плюсы, бұда кабинамен әншімен сөйлесетін ыңғайлы микрофоны бар. Мысалы, міне микрофон тұр. Мына кнопканы басқан кезде микрофон қосылады, жіберген кезде микрофон өшеді. Бұл микрофон қосылып қалмайды, өте ыңғайлы. Міне дауысы да бар, микрофонның қатты жай қоятыны. Ол тағы әншінің тек өзіне естіледі, колонкадан шықпайды, наушник арқылы. Ол да ыңғайлы. Педал жалғауға да болады. Аяқпен басқан кезде микрофон қосылып, жіберген кезде микрофон өшетін функция, ол да өте ыңғайлы, екі қол бос болады. Және үшінші плюсы, мына басты бұрандасы оңайлықпен кете бермейді. Көп аппараттар бар, осы бұрандасы қытырлап, немесе үзіліп, дыбыс шықпай қалып бір жерлерінде сондай ыңғайсыз жағдайлар болады. Ол аппаратты уже қолдану мүмкін болмай қалады. Ал бұларда біз қанша жыл қолдандық, қанша саттық, бірақ ешқандай ондай не болмаған, ешкімде ондай істемей қалды деген болмаған. Енді бір студиялар шаң болса, бір кнопкалары басылмай қалуы мүмкін, шаң тұрып. Басқа ондай бұранда істемей қалды деген жағдай болмаған. Ол деген жақсы плюс деп ойлаймын. Және тағы бір плюсы бар, енді қосымша. Мысалы, бір әнші өлең айтып жатса, келесі әнші дайындалып отыру керек болатын болса, екінші наушникті әншіге беріп, кабинадағы әншіге басқа музыка, ал жаңа дайындалып отырған әншіге келесі өлең айтуға. Оған басқа музыка беріп қоятын функциялар да бар. Және тағы бір плюсы бар бұның. Бұны ең басты плюс деп айтуға келеді. 3 монитор жалғауға болады, студия мониторын, 3 колонка. Мысалы, үлкен колонка, кіші колонка, орташа колонка, кіші колонка жалғап қойса, мысалы, кезек-кезек ауыстырған кезде музыканың қатесі бірден білініп қалады. Егер сізде бір-ақ колонка болатын болса, ол кезде бір колонкада ұзақ отырған кезде адам құлағына құйылып қалады, қате сезілмей қалады. Келесі күні тыңдау керек болады, процесс созылады. Ал сол кезде екінші колонкаға тез ауыстыратын болса, бірден қате сезіледі, екінші колонка, үшінші колонка ауыстырған кезде тағы қате сезіледі. Сонымен тез өлеңді тез бітіріп тастауға болады. Ал звуковая картада ондай мүмкіншілік жоқ. 2-3 колонка жалғауға болады, бірақ ауыстырып отыру керек артын, үнемі артына өтіп.
және программадан ауыстырып отыру керек болады. Ол жұмыс барысында ол ыңғайсыз болады, олай үнемі істей берген ол ыңғайсыз болады, сонымен істелмей қалып кетеді. Ал мына аппаратта ол тез жүзеге асады, тез бітіріледі. Міне осындай плюстер бар. Тағы да бір бұның аппараттың функциялары бар. Оның бәрін айта беруге ұзақ кетеді. Ең керекті қызметтерін мен таныстырдым. Енді бұл аппараттың минусымен таныстыратын, минусы деп айтатын болсақ, бұл аппараттың минусы, сіз егер звуковой картаңызбен күнде тыңдап жүргеннен кейін бұл аппаратты қосқаннан кейін, бұл дыбыс басқа сәл өзгеріс береді дыбысқа. Ол енді аса қатты өзгеріс емес, бірақ сондай өзгеріс болады. Өйткені кез келген аппарат өзінің өзгерісін енгізеді. Ал бірақ енді бір-екі күн тыңдағаннан кейін оған құлақ үйреніп кетеді. Енді оны қатты минус деп айтуға да келмейді, өйткені әлемде қанша үлкен студияларда осы аппарат тұр, қанша хиттар жазылып жатыр, сондықтан оны енді қатты минус деп айтуға болмайды, бірақ сондай эффект болады. Міне енді сіздерге толық бұл аппараттармен таныстырдым. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Каналымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Алда тағы қызықты видеолар болады. Соларда кездескенше сау болыңыздар.